Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге инверсионный стол деген нәрсе көрсеткім келіп тұр. Сосын достар, айтпақшы, егер де сіздер менің YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл инверсионный стол деген нәрсе қандай нәрсе? Бұл нәрсені беліңіз ауырған кезде протрузия дейді, грыжа дейді, сондай ауруларыңыз болса, мына нәрсені қолдануларыңызға болады. Біз бұл нәрсені 2021-дің май айында сатып алдық. Каспийден рассрочке сатып алдық. Бағасы 60 мың теңге немесе 60 мың теңгеге сатып алдық. Қазір бұл нәрсенің бағасы қанша екенін білмеймін. Ол туралы ештеңе айта алмаймын. Бұл бір. Екіншіден, бұл нәрсені мен рекламировать етіп отырған жоқпын, просто көрсетіп жатырмын. Біздерде осындай нәрсе бар деп. Енді бұл нәрсені сатып алған кезде, яғни инверсионный стол деген нәрсе сатып алғыларыңыз келетін болса, ойланып жүрген болсаңыздар, инверсионный столды сатып алатын кезде міндетті түрде мынандай нәрсесіне мән бересіңіздер. Мынау бойды регулировка жасауға болатын нәрсе. Мына жердегі сандардың барлығы. Мына инверсионный столды 190 сантиметрге дейін регулировка жасауға болады. Яғни 190-ға дейін ұзартуға болады. 131-ге дейін қысқартуға болады. Түсінгендеріңізде, егер де сіздердің бойларыңыз 2 метр 2,10 болатын болса, өздеріңіздің бойыңызға сәйкестендіріп аласыңыздар инверсионный столды. Сосын инверсионный столыңыздың, яғни сатып алайын деп тұрған инверсионный столыңыз қанша салмаққа дейін көтереді, оған да мән бересіңіздер. Яғни инверсионный стол сатып алатын кезде осы екі нәрсесіне мән бересіңіздер. Қалған жеріне мән бермей қойсаңыздар болады. Себебі инверсионный столға біздер ешқандай да салмақ түсірмейміз. Сондықтан да арзан, қымбат, китайский деген сияқты нәрселерге мән бермей қойсаңыздар болады. Енді бұл нәрсені қолдану үшін мына жерге табаныңыз тіреп тұрасыңыздар, яғни аяқпен тұрасыңыздар, аяғыңыздың артқы жағы мына жерге келіп тұрады, мына жерге. Сосын мына нәрсемен аяғыңыздың алдыңғы жағынан қысасыңыздар. Төмен қаратып басасыңыздар. Аяғыңызды бүйтіп қысасыңыздар. Сосын мына жерге кеудеңіз тигізесіңіздер, басыңыз тигізесіңіздер. Сол кезде мына нәрсе өзі жаймен құлай береді, төмен қарай. Ал мына жағы, яғни аяқ жағыңыз көтеріледі. Қолыңызды сәл жоғары қарай көтеретін болсаңыздар, мына нәрсе жоғары қарай, төмен қарай салбырай береді. Яғни аяғыңыз жоғары қарай көтеріледі, басыңыз төмен қарай салбырай береді. Мынандай болып кете береді. Басыңыз бүйтіп тұрады міне. Түсінгендеріңіздей осындай нәрсе. Сосын бұл нәрсенің регулировка жасайтын нәрселері бар. Мынандай темір бар. Міне мынандай темір бар. Сосын мынандай екі темірінде екі жағында мынандай тесіктері бар. Бірінші положение, екінші положение, үшінші положение. Мына темірді бүйтіп орнатамыз.
битіп қалды соң. Мына темір қозғалмай қалады. Жоғары қарата көтереміз, шығарып алуымызға болады. Яғни түсінгендеріңіздей, инверсионный столмен төмен қарай салбыраған кезде мына темірге барып бүйтіп тиіп қалады. Яғни міне мынандай положениеде тек қана аяғыңыз мынандай положениеде көтеріледі. Түсінгендеріңіздей. Бас жағында бұл нәрсені осылай қолданасыңыздар. Сразу баспен төмен қарата салбырап кетуіңізге болмайды. Себебі басыңызға салмақ болады, яғни басыңыздағы ми тамырларыңыз кішкентай майда-майда нагрузкеге шыдамай не істеуі мүмкін, жаңағыдай жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан да осындай нәрселері бар. Яғни регулировка жасауға болатын. Достар, инверсионный стол дегеніміз міне осындай нәрсе. Мына екі қапталында есі болады, мынандай палецтері болады. Міне. Мынау жағында есек кетпеу үшін, қозғалып кетпеу үшін, жиналып қалмас үшін. Мына екі темір бір-біріне есек кетпеу үшін, жиналып қалмау үшін. Сосын мына жерінде де болу керек. Бар негізі, бірақ үйде кішкентай балдар болғаннан кейін кішкентай балдар майыстырып тастады. Мынандай темірді майыстырып тастады, ұрып. Қалай майыстырып жүргендерін білмеймін, әйтеуір майыстырып тастады. Достар, міне осындай нәрсе инверсионный стол деген. Тағы да қайталап айтып жатырмын, достар, мен бұл нәрсені рекламировать етіп отырған жоқпын. Сосын тағы да айтқым келгені, яғни тағы да бір мән беретін нәрсе, егер де сіздің жаңағындай неңіз болатын болса, грыжаңыз болса, протрузия дейді, в общем, беліңіз ауыратын болса, тек қана мына инверсионный столды қолдана бергеннен пайда жоқ, достар. Егер де сіздің беліңіз ауыратын болса, инверсионный столдан бөлек беліңізге жаттығу жасайсыңыздар. Егер де қандай жаттығулар жасау керек екенін білмейтін болсаңыздар, YouTube-та неше түрлі видео уроктар бар, орыстардың түсіріп қойған. Немесе йогамен айналысуларыңызға болады. Яғни жай ғана инверсионный столды қолдана бергеннен пайда жоқ. Көп адамдар оны айтпайды, мен сіздерге осыны айтып тұрмын. Яғни мынандай нәрсені сататын адамдардың көбі айтпайды. Қымбат түрін сатады. Мысал үшін біздер средний варианттағы түрін алдық, яғни 60 мың, 65 мың осындай жобадағы инверсионный стол алдық. Мендегі инверсионный стол 150 килограммға дейін көтереді, 190 сантиметрге дейін ұзарып қысқарады. Көрсеттім негізі, тағы да көрсетіп жатырмын бірақ. Достар, түсінгендеріңіздей, инверсионный стол деген нәрсе осындай нәрсе. Егер де қызық болған болса, осы видеоның комментарийына жазуыңызға болады, толығырақ видео түсір деп. Яғни мен бұл нәрсені қалай қолдануға болатынын тағы да бөлек видео қылып түсіретін боламын, егер де қызық болса. Егер де қызық емес болса, бұл нәрсе туралы видео түсірмеймін. Сонымен достар, бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп тұр. Егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жазып отырыңыздар. Сосын видеоны міндетті түрде достарыңызбен, тағы да басқа адамдармен WhatsApp арқылы немесе тағы да басқа әлеуметтік желілер арқылы бөлісіп отырыңыздар.